бір жігіт екіншісіне айтып жатыр, процентке ақша алып егін егу шариғатта рұқсат па, рұқсат емес пе дейді. Екіншісі айтады, болмайды десе қайтесің дейді да. Сұрамай-ақ қой. Болмайды десе қайтесің. Ағайындар, менің айтқым келгені мынау. Бұл жерде мен процент жайлы айтқым келіп тұрған жоқ. Екеуің сөзін қараңыз, не деп жатыр? Мынау шариғатта дұрыс па, дұрыс емес па деген нәрсе білгісі келіп тұр. Екіншісі айтады, егер дұрыс емес десе не болады саған деген нәрсе, қалай түсінесіз? Көп жігіттерде өзі жасап жүрген күмәнді істері бар. Өзі біледі, дұрыс емес ау деп өзі ойлайды. Бірақ сұрауға қорқады. Не дейді? Сұрайын десем, вдруг имам болмайды деп қалса, маған істеуге болмай қалады ғой ол дейді да. Сөйтеді да не істейді? Үндемей жасап жүре береді да. Осыны айтарық, жігіттер, сіз дұрыс емес деп күмәнданып тұрған нәрсе сіздің иманыңыз сезіп тұр ғой, дұрыс емес екенінше. Оны сіз сұрасаңыз да, сұрамасаңыз да дұрыс емес. Ғалымдар айтады, қияметтің күнінде адам баласы білмей істеген ісі үшін азапталама десе, біріншісі, егер шынында да білмей істеген болатын болса, оған кешірім болуы мүмкін. Екіншісі азапталады. Кімдерге десе, білім алмағаны үшін. Соны сұрауға мүмкіндігі болып тұрып, сұрамағаны үшін. Көп жігіттер жүр ғой, бір амалмен жаңағыдай амалмен айналысып жүреді да, бұның дұрыс екен, дұрыс емес екен сұрап алсайшы десең, қойш, болмайды деп қалса қиын болып қалады. Сонда ақса ол ертең күні мен бұны білмей істедім ғой деген нәрсеге шығарғысы келіп тұр ғой. Ағайындар, Алла Тағала белгілеп қойған нәрсе, сіз сұрасаңыз да, сұрамасаңыз да адал, арам. Мысалы, бізден жеңіл айтсаңызшы деген сияқты нәрселерді айтады ғой. Арақты мен қанша жеңіл айтсам да, бәрібір адалға шығарып бере алмаймын оны сізге. Арақ ішпе деп айқайлап айтсам да, ол арам. Арақ ішпеші десең де, қалай сөйлесең де, оны қанша жеңілдетсең де, ол бәрібір адалға айналмайды. Айтқым келетіні мынау, бауырлар, нәпсінің құлы болмайық. Сіздің анау бір адамнан сұрағыңыз кеп, білгіңіз кеп жүрген нәрсе, демек сіздің иманыңыз қиналып жатыр, демек ол дұрыс емес нәрсе. Оны сұрап біліп алыңыз, анық-қанығына жетіп алыңыз. Бұл дүние өтеді, ертең ақыретте бәрібір сұрауы бар.